Өзім Жандос Құржымын. Любой деген кісіден тараймыз біз. Әкем Айдархан Післенғазы әкем, өз әкем. Колхозға бастық болған әкеміз біздің кішкене күнімізде. Алғасында завхоз болыпты, одан кейін барып колхоздың бастығы болыпты 7 жыл. Мен 31-ші жылы туыппын. 32-ші жылы ашаршылық болғанда өздері айтып отырады, мен көргім жоқпын. Сонда мен бір жастағы балам, одан басқа бала жоқ деп сөйтіп отыратын апамыз, әкеміздің шешесі. Одан кейін әкеміз соғысқа алып кетті, біз қалып қойдық. Ол кісінің шешесі үлкендеріміз қайтыс болып кетті, өз шешеміз ғана қалды. Өз шешеміздің тәрбиесінде біз, менің өзім 7 бауырым болды, 6 бауырым болды артымда. Барлығымыз шешемізге қарап қап, содан әкеміз соғысқа кетіп қалды. Соғысқа алып кетті. 44-ші жыл ол кісі қайтыс болыпты соғыста. Оны бір әкемізбен бірге туысқан апайымыз колхозда бухгалтер болып істеген Нүрипе апайды білесің ғой. Естуің бар шығар, Тұрғанбайға Нүрипе. Ол кісі баяғы аға жеңген бауырдарым ұсақ жылатып шулатқанда не табам деп жауып тастаған әкеміздің қара қағазын көрсетпей бізге. Кейін кезетті менің бауырдарым бәрі оқыды, өзімнен басқа. Екеуміз ғана үй шаруасында қалдық, оқи алмай. Өзгесі түгел білім алып оқып, мұғалім болды, дәрігер болғаны бар ішінде. Бәрі қызмет істеді. Қазір әже болып отыр, немере бағып, кезекті демалыстарына шығып. Ол кісі менен сосын әкем соғысқа кеткеннен кейін балалар ұсақ. Шешеміз башынан өлтіріп алады деп фирмаға дәйеркеге жіберген. Дәйеркеде болдық. Мен ол уақытта 10 жастағы адам. Бауырдарымды көмектесіп шешеммен бірге, олар жетті. Содан өзім 50-ші жылы тұрмысқа шықтым. Алдымда шешеме дәйерке болып, шешем дәйерке болып оған көмектесіп жүрдім. Кейінгі кезетте 16-ға толдым, кәмелетке деп өзіме 20-21 2 дәйерке болып істедік. Содан кейін бертін келген мен тұрмысқа шықтым. 50-ші жылы шықтым тұрмысқа, осында атаңа келдік біз. Ол келгенде оның апа жездесі серпілмесін бастық болып келді, жездесі. Соның қолында жұмыс істеп, бойдақ мал бағып жүріп, сол жерде табысып, сосын апа мен атада өздері құда түсіп, өздері сұрап алған баяғы шешемнен. Онда үлкендеріміз жоқ, әке де жоқ, шешем ғана бар. Шешем 1966 жылы қайтыс болды. Балалардың бәрі ер жетті, аяқтанғаннан кейін. Атаңменен 50-ші жыл тұрмысқа шықтым. Ол күзгі сентябрьде 3 жылдық солдатқа кетіп қалдым. Мен жазы тұрым март айында тұрмысқа шықтым. Ол кісіге кейін 3 жыл ол уақытта солдатқа барып келді. Оды кеткенде мен аяғым ауыр қалып, бір қыз суды. Ол 3 жасқа келгенде өліп қалды. Солдаттан аттан келгенше өліп те қалды бала, ауырып. Ол уақытта дәрігерді білмейміз, үйде босанған. Дәрігер жоқ. Одан 3 жылдан кейін келді солдаттан. Одан кейін 1-2 бала болды. Ол өліп қалды. Балаларым менің бәрі өліп қалды. Қазір бір қыз ғана. Немередерім бар. Немередерімді, балаларымды мен бірінде қақпай, керекті сылсын жуғызбай тәрбиеледім. Мен ыдыстарын өліп, тамағын дайындап отырып. Ешқандай балаларымнан немен еткенім жоқ. Қадірлі, сыйлы болып, тәртіпті болып оқыды. Керектісі мекеннің күшті балаңыз тәрбиесі жақсы, дұрыс жауап берді. Әу сұрағанға болмаса жауап бермей тәртіпті деп мұғалімдер үйге келіп, аралап айтып та жүрді. Осы екеуі өзіміздің үйден оқыды барып кеп. Біраз интернатта тұрдым екен. Одан кейін бітіргеннен кейін, онда бітіргесін бір солдатына кетіп қалды. Ол 2 жылға барып келді. 2 жылға барып келгеннен кейін трактор жұмыс істеп жүріп, 1-2 жылдан кейін барып үйленді. Қазір ұлдың қолында немереміз бар, екеуінен. 8 немере, шөберем бар. Бақытты әжемін қазір.
өкүнүш болгон жок экен. Эч кандай бизде ондай ойланып өкүнүш болгон жок. Жакшы өмүр сүрдүк, татуу тәттүү өмүр сүрдүк. Ишей туускандар менен ишей, кудайлар менен бирөө менен жондай кагысып, ренжисип көргөнүбүз жок. Өмүрдө дурус. Жакшылык жасадык. Мен кайнагамыздын баласын баары мен мактым. Абысынын бошалаң болду да, баары мен жеткиздим, окудум. Ошол күндө балдар алдынан көлдөнөң өтпөйт, баары кызмет истейт, үйдө баранды, балалы чагалы. Көлдөнөң өтпөйт, алдымыздан сыйлайт, тәтелеп. Ол убакта кыйын болду ғой, ол дарыгер жок болду, карагылатыгым, үшөө кайтыс болду. Суу ишинде гана балаларыбыз өткөндө гана бир аз кыйналдык, баласыз калгандан кийин. Сосын Мейрашим келди, аныл келди және кайнагамыз балалар берди, салып алып бауырыңа тәрбиеле деп. Огон энди катары турмуз ғой. Омуровдон суу алпайын, жаска толгандан кийин алайын деп, ошо Жанат деген кызымыз, Гүлжанат деген кызымыз бергүсүн алгам жок, ага жаска толгандан кийин алайын, менин балаларым бар ғой, азыр келет деп. Дурус татуу тәттүү өмүр сүрдүк. Кубанычты балалардын узатканы, балалардын Куда түскөнүн барлык кубанычтын ичинде мен кубанычта болуп жүрөм мен ылгый. Реніш болгон жер жок экен. Ылгый да кубанычтан бирөөнөн эч нерсеси ренжип көргөм жок жарыгым. Ылгый гана жакшылык кубанычтамын. Эndi казыр бейбит убакыт, барлыгы барылышылык жакшы кой экен. Бейбит өмүрдө бакыттуу өмүр сүрүңдөр, өмүр бой тилейм сендерди. Бул өмүрдө бакыттуу өмүр сүрүңдөр. Косактарың косагат бирге картеңдер биз кусап, өмүр жаштарың узак болсун, кызметтериң жемистүү болсун экен. Ылгый да кызык кубанычта болуңдар. Тилейтеним сол, өмүр бакый. Бакыттуу өмүр сүрүңдөр. Егер осылай кайтадан өмүргө келсеңиз, калай өмүр сүрөр едиңиз? Башка неме өзгөртөр едиңиз? Енді біздің өмірдің көбі кетіп азы қалды ғой, кім біледі. Бала шағаның алдында тыныш кәні түзу. Аттанып кетсек бізге сендердің жамандықтарыңды көрмей, ылғи ғана жақсылықтарыңды көріп өтсек, арман жоқ. Енді біз қайта жұмыс істемей-ақ қояйық, бейбіт өмір болсын, тыныштық болсын балаларға, ел іргесі тыныштық болсын. Бақытты өмір сүріңдер.